бүгін 7 айдан көз жасым көл болып келді. Көзімнен аққан жасты жанымдағы туыстарынан жасырғаным мен ішім алай дүлей. Туыс атамыздың 40 күндік асына қаладағы ағайындар бір хундайды жалдап бардық. Өткенде жаназасына қатыса алмаған ем, мына асқа қатыспасам тіпті ұят. Таң ертеңгісін жолға шығып, түскі сағат 11-де ауылда болдық. Көптен көрмеген ағайындармен амандасып, Құран оқып, жаюлы дастархан жанына жайғастық. Қашанда қызды қыдырдай сыйлайтын қазақтың керемет үрдісі бар емес пе? Мен сынды қыздарды залға төрге отырғызды. Әулетіміздегі кей әпкелерімді көрмегеніме 15 жылдай болған екен. Аман саулық сұрасып, өмірден өткен атамыз жайлы жақсы естеліктерді әңгіме етіп отыр едік. Есіктен бір апай кірген еді. Төмен жақта отырған мамам, бикеш төрге шық, бай болайық деп төрден орын ұсынды. Барлығымыз орнымыздан тұрып жаңағы әпкемізбен амандастық. Бұл әпкенің кім екенін тани алмадым. Мамамдар жалпылдап қайынсіңлісінің халін сұрап, барынша құрмет көрсетіп отыр. Бикеш, менің қызымды таныдың ба? Жаныңда отырған бибайша ғой деген еді. Әпкем маған бір қарады да, дәу келіншек болыпты деп, жүзіме қарап, бір жымиып қойды. Сол кезде әпке екеуміздің көзіміз тоғысып қалды. Оның жанары өте мұңды, жүзі өте солғын еді. Көздері таныс сияқты, бәрібір де есіме түсіре алмадым. Сағат кешкі 6-ға таяғанда жиналып жолға шықтық. Жолда келе жатып, жаңағы әпкенің жанарындағы мұңы көз алдымнан кетер емес. Сосын мамамнан жаңағы өзім үшін бейтаныс әпкенің кім екендігін сұрадым. Балам, танымадың ба? Ауылдағы пәленше, әпкен ғой дегені сол еді. Сөзге бір жеңгем қосылды. Байғұс жалғыз баласы асылып өлген соң қатты қиналып қалды. Қайтар дүние деген осы екен ғой. Баласының жаназасында сол баяғы кластасының атын айтып кешірші деп жер төбелеп жылады. Жеңешемнің мына сөздерінен соң мен барлығын ұға бастадым. Бұл жайында бала күнімде мамам көп айтып еді. Үнемі біреуді кемсітпеуімді қайта құлағыма құйып, осы әпкелердің кезінде жасаған тірлігі жайында мысал келтіретін. Оқиға былай болған. Ауылда әлеуметтік жағдайы төмен отбасының бір қызды, сыныбында оқитын мектеп директорының қызы мен совхоз кассирінің қызы келеке етіп қоймайды. Енді екі отбасыдан шыққан қыздардың өзгелерге қарағанда мүмкіншіліктері мол. Киген киімі де, ішкен жегені де артық. Кедейдің қызына бейшаралар кедей деп киген киімін мазақ ете береді екен. Байғұс қыз үндемей көз жасын сығып алып жүре берген. Бір күні сыныбында бір іс, шараға ақша жинау басталады. Кедей қыздың отбасының төмендігінен әке шешесі ақша тауып бере алмайды. Директордың қызы мен кассирдің қызы кедей қыздың алдына келіп, бүкіл сыныптастар алдында қалталарынан тиын шығарып, міне саған тиын. Мынағаннан сатып алып жеңдер. Бейшара, үйіңде жеуге наның да жоқ шығар. Мә, саған садаға, деп қолындағы тиындарды қыздың алдына итке сүйек тастағандай лақтырып, мазақ етіп, бүкіл сыныптастар үстінен күлген. Қыз жердегі тиындарды алып, сөмкесіне салып, кетерінде оқытушылар кабинетіндегі сынып жетекшісін шақырып алып, апай, мен енді мектепке ешқашан келмеймін десе мұғалім, басқа мектепте оқығың келіп жүрме деген екен. Қыз басын изепті. Қыз мектептен келіп, қыздар берген тиынды шай үстел үстіне қойып, сөмкесінде сол жерге тастап тысқа шығып кеткен. Үйдің ішкі бөлмесінен шыққан анасы үстел үстіндегі тұрған тиындар мен қызының сөмкесін көріп, қызынан тиынды қайдан келгенін сұрамақшы болып, қызын дауыстап шақырса, қыздан жауап жоқ. Тысқа шығып қызын іздей бастайды. Бір кезде қора жақта қызының мектепке киетін аяқ киімін көріп қалып, қораға беттеген. Қораға кірсе, мектеп формасын шешпеген күйі қызының жансыз денесі қора ішінде жіпке асулы тұрған болады. Қызының өлімінен соң ол отбасы ауылдан көшіп кеткен екен. Арадан қаншама жыл өтсе де бұл оқиға ауылдағылардың жадынан өшпей, балаларына мысал етіп айтып келінді. Ешқашан біреудің кемшіліктерін жүзіне салып, ел алдында масқара етпеу керектігін қайта ұқтыратын. Мен танымай отырған әпке сол баяғы директордың қызы екен. Бұрын ауылда бала күнімізде ауылға төркініне келгенде көшеде көріп қалушы едік. Ауылда бет аузы шаң топырақ болып жүрген біздей балаға, қалаға тұрмысқа шыққан сол бір әпке гламурдай көрінетін. Киім киюінде ерекше стилі мен шаш прическасына тамсана қарайтын еді. Сол гламур әпкеміз күйеуімен қаншама жыл отындасса да құрсақ көтермепті. 3 рет тұрмысқа шығып, бағы ашылмапты. Соңғы ажырасудан соң балалар үйінен бала асырап алған екен.
Баласы 3-ші сыныпта оқып жүргенде, түс мезгілінде әпкеміз демалып жатып көзі ілініп кеткен. Түсінде сол баяғы кедей қыздың жансыз денесін жіпке асулы күйінде көреді. Марқұм қыз көзін ашып, бір жымиып, қайта көзін жұмып, жансыз күйінде асылып тұрған екен. Шошып оянған әпке түсінен қорқып, дереу су ішу үшін асханаға жүгіріп барса, баласы асханадағы жарықтың шнурында жансыз денесі жіпке асылып тұрған баласының жансыз күйде көреді. Баласын ақтық сапарға жіберерде байғұс ана, сол баяғы асылып өлген сыныптас қыздың атын атап, кешір мені деп шыңғырып, өз шаштарын жұлып, денесін қабырғаға ұрып, біресе жерге аунап жылаған екен. Жеңшемнен бұл оқиғаны ести салысымен кассирдің қызын сұрадым. Ол қыздың өмірі құрсын. Өмірі таяқ астында өтуде. Байы алқаш, одан қалса жүргіш, оның да жетісіп жүргені шамалы, деп сөзін аяқтады. Жолда келе жатып өзімнен тынысым тарылып, кезінде қорада жансыз денесін құшақтап жылаған ана мен балам деп шыңғырған әйелдің бейнесі кетпей қойды. Құлағымның түбінде баласын жоқтаған аналардың шыңғырып жылаған дауысы жаңғырып тұрды. Өзімнен көзімнен жас шығып, көз алдымда әртүрлі образдар пайда болды. Біресе қорадағы асылып тұрған қыз, біресе асханада светтің шнурына жіп байлап асылған баланың бейнесі көз алдыма келе берді. Тап сол оқиған көзіммен көріп тұрғандаймын. Мына жағдайдан шығу үшін тоқтаусыз Құран сүрелерін оқи бердім. Құлағым түбінде шыңғырған дауыстар кетер емес. Өзім жатқа білген сүрелерді іштейін оқуды тоқтатпадым. Көз жасымды да арасында сүртіп қоямын. Жан жағымдағылардың барлығы жолда ұйықтап келеді. Менің ішім есе алай, дүлей. Қараңғы түсе қалаға кіріп келдік. Балам, көзіңе не болды? Деген мамамның сөзінен соң айнаға қарасам, жылай беріп қабағым ісіп кетіпті. Терезеден ескен желге аллергия болдым ау деп, мен де өтірікті соға салдым. Үйге өңім бір түрлі күйде кіріп келдім. Жүзіме қараған енем, жолдан шаршадың ба дегеніне басымды изедім да, дереу ғұсыл дәретін алып, 2 рәкат намаз оқыған ем, бойым жеңілдеп, жаңағы ауырлықтан арылдым. Демекші болғаным, барлық адамның өмірдегі шамшырағы перзент. Не қиындық көрсек те, баламыз үшін дейміз. Күні келіп жасаған күнәңді бала арқылы құнын төлейтін болсақ, мына жалғанның керегі не? Біреуді жазғырудан алдын жақсылап ойлану керек. Мәселен, біреу күнә іс жасады дейік, немесе оның мүмкіншілігі өзіңнен төмен болып, оны мазақ етемін деп, күнәсін жазаламақ ойда көз жасын төгіп, обалына қалсаңыз, сол обал болған адамның тағдыры бір күні келіп балаңның басына келуі мүмкін. Байқайық, адамның біреуді жазалауға еш хақысы жоқ. Кім күнә жасаса Алланың алдында өзі жауап береді. Сондықтан біреудің обалы мен көз жасы балаларымызға тиіп кетуден сақтанайық. Біреуді масқаралаймын деп, қарғысымен обалы балаларды ұрып кетпесін. Тәубеге келейік.